Сәлеметсіздер ме, қадірменді Жезқазған қаласының тұрғындары және қала қонақтары. Сіздерге Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы президенттің жолдауы еліміздің жарқын болашағы атты бейнеролигін ұсынамыз. 2020 жылы 1 қыркүйек Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты биылғы жолдауды ұсынып, бүкіл әлемді алаңдатып отырған пандемиямен күрес жолдарын, оның елімізге алып келген зардабы мен өзгерістерін айта келіп, еліміздің әлеуметтік дамуына, ел тұрғындарының табысы мен жұмыс орындарының сақталуын, халқымыздың денсаулығы мен өмірін сақтау жолындағы жұмыстарға басты назар аудару керектігін қадап айтты. Бүгінгі ел президенттің жолдауы еліміздің болашақ дамуы мен ертеңгі күнге бетбұрысын айқындап берді. Барлық бағыттардың дамуы ел тағдыры үшін маңызды. Қазақстан халқының әрбір азаматының көкейінде жүрген мәселені шешу жолына арналған жаңа жолдау, ел дамуы мен халқымыздың өмірінде біршама жаңашылдықтың болатынын көрсетіп бергендей. Ел президенті өз жолдауының түйіні ретінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек, осы керектердің жолында жұмыс істеу керек деген даналық сөзімен бекітті. Қазіргідей жаңарған жаңа заманда еліміздің әрбір азаматы жоғары білім мен табанды еңбектің нәтижесінде ғана биік белестерден көрінетіні ашық жеткізді. Ел азаматтарын отанымыздың алдында адал қызмет етуге, абыройлы іс жасауға, терең білім алып ерінбей еңбек етуге шақырды.